Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Мораторий алынған соң әйелдердің зейнет жасы қайта қаралады. Тамара Дүйсенова. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова Қазақстанда әйелдерді 58 жастан зейнетке шығаруға мүмкіндік беретін заңдағы норманы қайтаруға байланысты түсінік берді деп хабарлады Халық үні тілшісі. Сенаттың жалпы отырысында депутат Жанболат Жүргенбаев президент жолдауда зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша жаңа шаралар пакетін ұсынды. Оның бірі 2028 жылға дейін әйелдердің зейнет жасын 61 жасқа дейін арттыруды тоқтата тұру. Ол әлеуметтік кодексте көрініс тапты. Осыған байланысты бірнеше сұрағым бар. Біріншіден, 2029 жылдан бастап зейнет жасын ұлғайту жоспарланып отыр ма? Егер осылай болса, қандай жағдайда ерте зейнетке шығуға болады? Екіншіден, 58 жастағы әйелдердің зейнетке шығу туралы норманы қайтару қарастырыла ма деп министрге бірнеше сұрақ қойды. Тамара Дүйсенованың айтуынша, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес әлеуметтік кодекске биыл қаңтардан бастап зейнет жасы 61 жас деп бекітілген. Енді алдағы 5 жыл ішінде жалпы азаматтардың зейнетке шығу жасы өмір сүру ұзақтығы мен зейнетақының деңгейіне байланысты болады. Сондықтан алдағы 5 жылда денсаулық сақтау саласында үлкен ұлттық жоба жүргізілгелі жатыр. Оның негізгі мақсаты ауылдарда медицинаны жақсарту, көп салалы ауруханаларды көбейту, яғни мамандандырылған медициналық көмекті азаматтарға жеткізу, телемедицина, ерте скрининг сияқты мәселелерді қарастыру. Осы жұмыстар нәтижесінде ер адамдар мен әйелдердің өмір сүру жасы ұзарса, онда 2029 жылдан кейін қайта қаралады. Егер жағдайда дәл осылай қалып керісінше төмендесе, әрине мәселе қаралады, деді ведомство басшысы. Сондай-ақ министр әйелдерді 58 жастан зейнетке шығару мәселесіне тоқталды. 2018 жылдан бастап бүгінде ол әйелдер 58 жастан асып кетті. Қазір олардың саны 500 мыңнан асты. Егер біз норманы қайтарсақ, онда сол азаматтардың бәрінің зейнетақысын қайта есептеуіміз керек. Қайта есептеу зейнетақы мөлшерінің көбеюіне емес, керісінше азаюына алып келеді. Осындай тәуекел болмас үшін зейнет жасын 61 жас дұрыс деп тоқталдық, деді ол. Толығырақ төменгі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.